Аймақта білімді жастар үшін көптеген мүмкіндіктер жасалуда, тіпті нәтижелі деуге де болады. Оған дәлел Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті мен Мәскеу авиациялық институты бірлесіп, есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету бағыты бойынша қос дипломды білім беру бағдарламасын іске асыруда. Яғни бұл дегеніміз екі жақтың жастары тәжірибеден өту арқылы өз білімдерін шыңдай алады. Ресей Федерациясы Мәскеу авиациялық институтынан біздің қалаға, яғни біздің Қорқыт Ата университетімізге 13 студент және 2 жетекші келіп жатыр. Оқу практикасына келіп жатыр. Бұл біздің университетте, МАИ университетімен бірінші практика болып саналады. Экология және табиғатты пайдалану білім беру бағдарламасына келіп жатыр. Практика барысында студенттер өсімдіктердің түрлі құрамын анықтайды, топырақтың қарапайым анализдерін жасайды, судың қарапайым анализдерін жасайды. Студенттер университеттің басқарма төрағасы, ректор Бейбіткүл Каримова, Амат партиясы Қызылорда қалалық филиалының атқарушы хатшысы Гүлшат Мұсаева және профессор оқытушылар құрамымен кездесті. Олар бірлесе 5-ші оқу ғимаратында орналасқан физика, химия талдау әдістері инженерлік бейінді зертхана мен жасанды интеллект институтының жұмысымен және Мәделхан Нәлібаев атындағы су шаруашылығы мұражайымен танысты. В рамках развития сотрудничества между Московским авиационным институтом и Кызылординским университетом. Екі жоғарғы оқу орнының ынтымақтастығын дамыту аясында 614-ші кафедраның 2-ші курс студенттері Қазақстанға келіп, халықаралық тәжірибеден өтуде. Олар тәжірибе барысында судың, топырақтың және ауаның сынамалары мен қоршаған ортаның ластануын есептейді. Сонымен қатар біздің студенттер Байқоңыр ғарыш айлағына экскурсия жасайды. Тәжірибе барысында олар Қызылорда қаласы мен Байқоңыр қаласының аумағындағы қоршаған ортаның ықтимал ластануын бағаламақ. Студенттердің практикасы 6 шілде мен 27 шілде аралығында өтеді. Мұндай бастамалар тек академиялық серіктестіктің нығайтып қана қоймайды, сонымен қатар бірлескен ғылыми жобалар мен қос дипломды білім беру бағдарламаларын іске асыруға, білікті мамандарды даярлауға, академиялық ұтқырлықты дамытуға негіз болады. Аружан Серікбай, Сабыржан Қаратаев, Индира Раисова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.